Қазақстанның ұлттық мұражайы еліміздің ең ірі әрі заманауи мәдени орталығы. Ол 2014 жылы Астана қаласында ашылып, халқымыздың бай тарихы мен мәдени мұраларын жинақтаған ерекше ғылыми-мәдени кешенге айналды. Мұражайдың ең басты жәдігері — алтын адам. Жауынгердің киімі 4000-нан астам алтын әшекейден тұрады. Оның басындағы үшкір төбелі тәжінде қанатты тұлпарлар мен күн сәулесі бейнеленген. Бұл ежелгі сақтардың күнге табынған дүниетанымының белгісі. Ал оның үстіндегі аң стилінде безендірілген киім мен белдігі сақтардың шебер зергерлік өнерін дәлелдейді. Алтын адамның жанынан табылған қылыш, қанжар, жебелер батырлық пен ерліктің нышаны. Бұл табылған жәдігерлер сақ тайпаларының жоғары дамыған мәдениеті мен мемлекеттік құрылымы болғанын көрсетеді. Ұлттық мұражайға келген әрбір адам алтын адамның алдында тұрып, біздің өткеніміздің ұлылығын, халқымыздың биік рухын сезінеді. Бұл ұлт тарихы